не ғой очередьсіз ғой. Абай ауданындағы халыққа қызмет көрсету орталығының алдындағы ұзын сонар кезегі осындай. Күндігіне 50-60 адам осылай кезек күтіп тұрады екен. Күндеп емес, апталап, айлап жұмысын бітіре алмай жүрген жандар бар. Санитарлық нормалар сақталып, медициналық бетперде тағылғанымен бірінен соң бірі жабыса тұрған адамдарда шек жоқ. Автоцион, құжаттау, дайын құжатты беру, операциялық зал, 4 бөлім жұмыс жасап жатқанымен кезек бір. 9-дан 2-ге дейін жұмыс жасайтын орталыққа сағаттап кезегін күтіп тұрғандар ішке кіріп үлгермей қалады екен. Орталықтың табалдырығын апталап тоздырып жүргендер қаншама. Тіпті Шет ауданынан таңғы 5-те шығып, көлік құжатын ауыстыруға келген Орынбай Оспанов 3 сағаттан бері кезегі жылжымағанын айтады. Шет ауданы Көктемкөл кентіне келдік. Мысалы право айырбастауға. Міне таңертең 9-дан тұрмыз, міне 2,5 сағат болды. Ешқандай автосон деген өшіреті бөлек. Ал ешқандай жылжып атқан ешқандай халықтың нетіп атқан несі жоқ мысалы жағдай. Тұрмыз міне, әлі қанша уақыт болатыны әлі белгісіз мысалға. 3 жастағы баласы мекен-жай тіркеуінде тұрмаған естіген Лаура 2 аптадан бері жүр. Осыған дейін кішкентай баласыз келген. Кезегі келмей, ішке де кіре алмаған. Мен многодетный деп тапсырғанмын ғой, документті. Сосын мені областнойға жібермей қайтарып жіберген ба, тағы да звондап жатыр. Мен 4 баламен тағы да жүрмін. Сосын жаңа қабылдаған қыздарға айттым да, сіздер білмейсіздер ма, жаңағы 3-ші баламды пропискасыз қабылдаған. Бір 2 аптама болды, 2 жұма болды. Енді жаңа қызға түсіндірсем, 3-ші бала неге, не үшін пропискасын маған айтпадыңыз, сол кезде прописка қоя салатын ем ғой десем, маған айқайлап сөйлеп жатыр да бір қыз. Абай ауданының халыққа қызмет көрсету орталығында 17 қызметкер жұмыс жасайды екен. Бөлім басшысы қалыпты режимде еңбек етіп жатқанын айтады. Барлық санитарлық нормаларды сақтауға тырысамыз дегенмен тұрғындар бағынбайды дейді. Қазіргі жағдайда орынды жұмыс істеп жатырмыз. Жалпы жағдай тұрақты. Жаңағы очередь дейміз ғой, сол туралы айтатын болсақ, бізде енді бәрі қазір аз дозированно кіргіземіз адамдарды. Жаңа автоционға очередь болады. Өйткені бізде бір окно, живая очередь дейміз ғой. Енді жалпы жағдай тұрақты, но көп адамдар жаңа қазір 9-дан 2-ге дейін жұмыс істеп жатыр. Сондықтан үлгермеген адамдарды біз таңертеңге қалдырамыз. Мұндай жағдай басқа да аудандарда байқалады. Шахтинск қаласының халыққа қызмет көрсету орталығының алдында да ұзын сонар кезек, ал бөлім басшылары қалай жұмыс жасап жатқандар туралы айтудан бас тартты. Айдана Бекқалиқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Ерболат Қуатбек, Лайф 09.